Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге Инстаграмдағы актуальный бөлімнің обложкасын сәндеуді көрсететін боламын. Ол үшін Story Art, мінекей, Story Art приложениесіне кіреміз. Осы жерде қараңыздар, түрлі шаблондар жасауға болады. Міне хайлайтстар бар, иә. Түрлі шаблондар, видеолар, міне платный емес версияларын алып жасасаңыздар болады. Бұл жерде платный версиясы да бар. Міне Story Артқа кіріп, мына жерде міне қарасаңыздар, түрлі хайлайтстар бар, иә. Кез келгенін алып қолдансаңыздар болады. Кез келген салаға, кез келген саланың сторисін, жаңағы актуальный бөлімін әрлеген кезде оның обложкаларын жасауға. Мысалы, мынаны көрсетейін сіздерге. Мынаны иксетіп алып тастаймыз. Енді өзіміз мына жерде біріншіден текст жазасыздар, екіншіге кіріп, міне екіншіге кіресіздер. Екіншіге кірсеңіздер, мынау домалақтың ішіне осындайлар қоюға болады. Қараңыздар, осындай түрлі әдемі фигуралар бар, иә. Мысалы, осыны алайын. Келесі үшіншіні басасыздар. Үшіншіні басқан кезде сіздерге осындай фигуралар шығады. Мысалы, қастың суреті, егер визажист болсаңыз, сторисіңізді әрлеуге өте жақсы, иә. Актуальныйыңызды әрлеуге. Осындайлар бар. Мен кез келген біреуін алып көрсете салайын, иә. Сіздер өздеріңізге керектерін алып жасасаңыздар болады. Неге мынаны кішкене үлкейтіп, ортасына қойдық. Енді қараңыздар. Енді біз бұл жерде фонды да өзгерте аламыз, қыздар. Міне қараңыздар. Артындағы фон қандай ұнайды, соған қоя аламыз. Мысалы, мынау әдемі сияқты, соған қойып, енді жоғары жақтағы батырманы басамыз. Енді мынау альбом деп тұр ғой, соны бассаңыздар, бізде уже реклама шығады. Осы рекламаны X-ті басып, өткеннен кейін барып, сіздердің фотоларыңыз сақталады. Үш точка бар ғой, соны бассаңыздар да болады. Бізде уже сақталды фотомыз.